Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2 сынып математика сабағы. Бүгін бізде 73-ші сабақ. Жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу, бөлу. Бүгінгі сабақта сен бөлу амалымен танысасың. Нөмірі 1 есеп практикалық жұмыс. Жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу. 6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында. Алдымен 3 оқушыға бір шаршыдан бер. Қалған шаршыларды да әр оқушыға осылайша үлестір. Әрбір оқушы неше шаршыдан алды? Міне балалар, суреттерге назар аударайық. Яғни балалар 3 бала, сонда 6 шаршы тұр. Бір-бірден үлестіретін болсақ, яғни 6 азайту 3 тең 0. Келесі мұндағы бағандағына қарайық, балалар 6 шаршыны 3-3-тен оқушыларға үлестір. Әр оқушыға 3 шаршыдан үлестір. Неше оқушы шаршы алды? Яғни балалар 2 оқушы 3 шаршыдан алды. 6 азайту 3 тең 0. Осы екі жағдайда да сен бірдей амалды орындадың. Яғни 6-дан 3-ті 2 рет азайттың. Бұл амалды мына түрде ықшамдап жазуға болады. 6 бөлу 3 тең 2-ге. Сен бөлу деп аталатын амалды орындадың. Нөмірі 2 есеп. Кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр. А нұсқасы. Ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы неге тең? Яғни балалар, біз ұзындығы 10 см кесінді сыздық. Оны тең 2-ге бөлетін болсақ, 10 см-ді 2-ге бөлеміз, сонда 5 см екен балалар. Сонда бір бөлігі 5 см екен. Ә нұсқасы бойынша ұзындығы 10 см кесінді бірнеше бөлікке бөлінген. Әр бөлігінің ұзындығы 2 см-ге тең. Кесінді неше бөлікке бөлінген? Мұнда балалар 10-ды біз 10 см-ді 2 см-ге бөлетін болсақ, балалар 5 бөлікке бөлінген екен. Міне 2 см, 2 см, 2 см, 2 см, 2 см-ден. Сонда 5 бөлікке бөлінген екен. Нөмірі 3 есеп. Кесте тігетін жіптерді 4 қызға 2-2-ден теңдей бөліп беру үшін неше жіп керек? Сонда балалар 2-ні біз 4 рет алғанда 8. Сонда біз 4 2-ге көбейтеміз, 8 жіп керек екен. Нөмірі 4 есеп. Санағыш таяқшаларын пайдаланып бөлу амалының дұрыстығын тексер. Мұнда балалар 12 бөлу 3 тең 4 деп тұр. Сонда 12 таяқшаны 3-ке бөлетін болсақ, балалар міне. 3-3-ке бөлетін болсақ, сонда балалар 4 екен. Нөмірі 5 есеп. Шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта, ал екіншісі одан 13 минутқа ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қай уақытта келді? Есептің қысқаша берілген жазбала қойыңдар балалар. Бірінші шаңғышы 11 сағат 10 минут, екінші шаңғышы белгісіз, бірақ 13 минут ерте. Шешуінде балалар 11 сағат 10 минуттан азайтамыз 13 минутты, тең 10 сағат 57 минут. Жауабы екінші шаңғышы мәреге 10 сағат 57 минутта келді. Нөмірі 6 есеп. Әр есепке өрнек құр. Олардың мәнін тап. А нұсқасы. 20 спортшы 4 қатарға тең бөлініп тұрды. Әр қатарға неше спортшыдан тұрды? Спортшы 20, қатар 4.
әр қатарға қанша спортшы тұрды, соны табуымыз керек екен. Шешуінде 20-ды 4-ке бөлеміз. 5 әр қатарға, сонда балалар 20-дан азайтамыз. 4-ті 5 рет азайтқанда 0. Жауабы әр қатарға 5 спортшыдан тұрды. Келесі ә нұсқасы 20 спортшы әр қатарға 4-еуден тұрды. Спортшылар неше қатарға тұрды? Шешуінде балалар 20-ны 4-ке бөлеміз, 5 қатар. 20-дан 4-ті 5 рет алғанда 0. Жауабы спортшылар 5 қатарға тұрды. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.